Баршаңызша, балалар, бізде бүгін ерекше күн болайын деп тұр. Бүгінгі біздің ашық ертіп қызметіміз ата заңның айбыны. Назар аударайық. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Жоғарғы Кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құндылықтар тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап елімізге үкіметтер енгізілгелі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі дауыс беру арқылы 1993 жылы 28 мартында Қазақстан Республикасы алғашқы ата заңын қабылдады. 1991 жылы тәуелсіздігін алғаннан соң 1995 жылы ата заңын қабылдады. Ата заңын қабылдаған ата заңы кітабы. Көрдіңіздер ме? Ата заңы кітабы. Енді осы ата заңын кітабын дәлелдейтін Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері бар екен балалар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін біз есімізде сақтап қалу үшін сендерге мен тапсырма дайындап қойдым. Орындаймыз ба? Емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Атаға назар аударайық. Тақтада әртүрлі суреттер тұр. Біз сол сурет арқылы отан туралы тақпақты жаттап алатын боламыз. Сен атаман, отан досым болым, отан үлкен астанам, отан аудан ауылым.